Менің арнама қош келдіңіздер. Лайк басып, комментарий қалдырып, арнама жазыла отырыңыздар. Сіздерден қолдау күтемін. Мен бүгін сіздермен тамаша үлпілдеп шығатын бисквиттің рецептісімен бөліскім келеді. Мен ол үшін жұмыртқамды ақ уызы мен сары уызын бір бөліп аламын. Мен өзім осылай бөлек бір кішкене кесеге бөліп аламын. Өзіме солай ыңғайлы, себебі сарысы араласып кеткендей жағдайда бүкіл ақ уызымды бүлдірмес үшін бөлек-бөлек құйып, ақ уызымды миксердің ыдысына бірден құйып отырамын. Бисквит соққанда ең басты білетін нәрсе, бисквит соғатын ыдысыңызбен миксердің басы құп-құрғақ, тап-таза болу керек. Ешқандай су дымқыл болмауға тиісті. Ол ең басты міндетті нәрсе. Мен осылай бөліп алған ақ уызыма секерімді салып, миксерге соғуға қоямын. Әзірше ақ уызым соғылып жатқан кезде мен бөлек бір ыдысқа сүтпенен өсімдік майын өлшеп құйып аламын. Әуелі осы екеуін бір дұрыстап араластырып аламын. Енді міне менің ұным бар. Ұнымды електен өткізіп қойдым разрыхителмен бірге дайындап. Енді мен жаңа бөліп алған сары уызыма өзін бірінші араластырып, сары уыздардың бәрін араластырып аламын. Да үстіне жаңа сүт пен өсімдік майын араластырып қойған, соны құйып, бұл смесімді әбден араластырып қоямын. Міне менің ақ уызым жақсы соғылып жатыр. Әбден қойылып, жақсы болып көтеріліп қалды. Өте тығыз болып қойылып, соғылып көтеріліп кетудің де қажеті жоқ, себебі сары уызбен араластырған кезде қиындау болады. Міне жеңіл осылай орташа деңгейде көтерілсе жақсы. Енді осы соғылған ақ уызымызды бағанағы сары уызымның үстіне үшке бөліп саламын. Аз-аздан бөліп салып, астынан бетіне қарай жайлап отырып араластырамын. Ақ уызыңыз басылып қалмау керек. Миксер жаңа лопаткамен астынан үстіне қарай жайлап араластырып отырып, барлық ақ уыздарымды араластырып шықтым. Міне менің смесім басылмай жақсы қылып, астынан үстіне қарай жайлап баппен былғайсыз. Осылай былғап алған смесіме енді мына електен өткізіп қойған ұны мен разрыхителімді жайлы аз-аздан сала отырып араластыра беремін. Бұл жерде астынан үстіне қарай араластыруыңыз өте маңызды, себебі көтерілген белогымыз басылып қалмау керек. Мен мына ұнымды үшке бөліп салдым. Бәрін әбден араластырып алдым. Міне менің смесім дайын. Мен енді бұл жерде айта кететін жайт, мен өзіме қажет болған соң жерде 22 диаметрмен 2 бисквит шығардым. Жаңа шыққан общий смесімді бисквитімнің құрамын өлшеп алып, теңдей 2 бөлікке 2 кольцоға бөліп салдым. Сіздер егерде бір бисквит пісіретін болсаңыздар, 26 диаметрмен бір ғана бисквит пісіруге болады. Мен бисквиттерімді қазір 150-160 градуста 30-35 минут пісіретін боламын. Бисквиттерім пісіп шықты. Әзірше ысылай мен кольцоны алмаймын. Кішкене суығаннан кейін ғана кольцодан түсіретін боламын. Жақсы көтеріліп, үлпілдек жақсы бисквит шықты. Ары қарай өзіңіз қалауыңызша оформление жасай берсеңіздер болады.